Сәлеметсіздер ме? Оқушыларға ондықтан аттап қосу және азайту амалдарын үйретуде мынандай кеңестер бергім келеді. Егер қажет болып жатса, өздеріңізде пайдалансаңыздар болады. 17 санынан 8-ді азайту үшін мен 10-нан 8-ді азайтып алам бірінші. 10-нан 8-ді азайтсақ 2, 7-ге 2-ні қосамыз 9. 15-тен 9-ды азайту үшін 10-нан 9-ды азайтамыз 1. 1-ге 5-ті қосамыз тең болады 6. 14 санынан 6-ны азайту үшін 10-нан 6-ны азайтамыз 4. 4-ке 4-ті қосамыз 8. Тура сол сияқты қосу амалын орындайтын болсақ, 9-ға 8-ді қосу үшін ішіндегі үлкен санды таңдаймыз. Ол бізде 9. 9-ды 10-дыққа толтырып аламыз. Біреу жетпейді, бір нүкте қоямыз. Мына жаққа теңдігіне, өрнектің мәніне 1-ді қоямыз. Себебі ол бізде 10-дыққа толып тұр. Және де 8-ден біреу кетіп қалды, 7, 17. 7-ге 6-ны қосу үшін үлкен санды таңдаймыз. Екеуінің ішіндегі 7. 7-ні 10-дыққа толтырамыз, 8, 9, 10 төбесіне 3 нүктені қоямыз. Және өрнектің мәніне 1 санын қоямыз, өйткені ол 10-дыққа толып тұр. Және 6-дан 3 кетіп қалды, 3 қалды, 13. Келесі 5-ке 8-ді қосу үшін үлкен санды таңдаймыз. Бұл бізде 8. 8-ді 10-дыққа толтырамыз. 2, 8-ге 2-ні қоссақ, яғни 10 болады. Өрнектің мәніне 1 таңбасын қойып аламыз. 1 санын қойып аламыз. Және де 5-тің 2-і кетіп қалды, 3, 13. Және де бұл жерде ескеретін нәрсе, оқушы ондықтан аттап қосу азайтпас бұрын 10-ның көлемінде еркін, жылдам азайтып қоса алу қажет.